Каркаде ағзаны түрлі қоқыстардан, улы заттардан тазартып, өт қабы мен бауырдың жұмысын жақсартады. Араб елдерінің медицинасында каркаде кеңінен қолданылады және барлық аурулардың емі болып саналады. Өсімдік қан тамырларының қабырғаларын нығайтады, олардың өткізгіштігін реттейді. Әсіресе каркаденің қан қысымының алдын алуға әрі қан қысымын емдеуге көмегі көп. Каркаде қан жүрек жүйесінің жұмысын жақсартып, артериалды қан қысымын реттеуге септігін тигізеді. Каркаденің құрамында калий, кальций, темір мен магний, селен сынды минералды заттар мен антиоксиданттар өте көп. Тағы да С мен В тобының дәрумендері де бар. Күніне бір стакан каркаде шайын немесе каркадеден жасалған компотты ішкеннің тағы да бір пайдасы шөптің қабынуға қарсы емдік қасиетінің барында. Олар ағзадан улы заттарды шығарып, ағзаны тазалауға жақсы көмектеседі. Сондай-ақ өттен сөл бөлінуді жақсартып, ағзадан артық сұйықтықты шығарып тастауға, зат алмасуды күшейтуге, ми жұмысын белсенді етуге көмектеседі. Бұл шайда С дәрумені өте көп. Ол қандағы холестериннің шамасын азайтып, жалпы иммунитетке пайдалы болып табылады. Сонымен қатар, бұл өсімдіктің жапырақтары антибактериалды қасиеттерге ие. Сондықтан оларды ларингит, бронхит, трахеит ауруларын емдегенде жиі қолданады. Каркаде шайы жалпы ағзаның саулығын жақсартып, қан айналымын дұрыстап, шаршағанды басады. Назар аударатын бір жайт, каркаде қышқыл сусын болғандықтан асқазанның қышқылдық шамасын жоғарылатады. Сондықтан гастрит ауруына шалдыққан, асқазанның қышқылдық көрсеткіші жоғары, асқазанында жаралары бар адамдар каркаде шайын ішпеген жөн. Каркаде шайын қалай демдейді? Ыстық каркаде шайын дайындау үшін каркадеге қайнаған ыстық су құйып, 3-7 минутқа қалдырыңыз. Шайға қалауыңыз бойынша қайнаған су қосып, қою не сұйық жасауға болады. Каркаде жапырақтарын суық суға салып, 3-5 минут қайнатуға да болады. Бұлай демделген шай қоюырақ шығады. Каркадені өзіңіз қалауыңыз бойынша ыстық шай ретінде немесе салқын сусын ретінде ішкіңіз келсе, оны қайнатып компот ретінде дайындап ішсеңіз де болады. Каркадені кәдімгі дүкендерден, не болмаса арнайы шай сататын дүкендерден таба аласыз. Сонымен каркаденің адам ағзасына пайдалы қасиеттері, ол ағзаны токсиндер мен шлактардан тазалайды, артық салмақтан құтылуға септігін тигізеді, көру жүйесін жақсартады, иммунитетті көтереді, ағзаның түрлі қабынуларға қарсы әсер береді, қан қысымын реттейді, жүйке жүйесін тыныштандырғыш әсер береді, сонымен қатар құрамында С дәруменінің көптігімен ерекшеленеді. Берілген ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоның астына лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.